Төменгі жақ сүйек ос мандибуля. Бет сүйектерінің ішіндегі тақ сүйектерге жатады және құрылысы өте күрделі. Төменгі жақ сүйегінің келесі анатомиялық бөлімдерін ажыратамыз. Төменгі жақ сүйектің денесі корпус мандибуля, тармағы рамус мандибуля және оның өсінділері айдаршық өсіндісі, тәжді өсіндісі және альвеоляр өсінділері. Жалпы төменгі жақ сүйегі денесіне келетін болсақ, оның төменге қараған бөлімі өте жалпақ келген. Төменгі жақ сүйектің негізі базис мандибуля және оның жоғарғы бөлігі парс альвеоляристен тұрады. Денесінің сыртқы беті дөңес, ішкі беті ойыс келген. Алдыңғы жағынан қарайтын болсақ, ортасында протуберантия менталис, иек бұдыры бар. Оның екі жағында иек төмпегі тубер менталині көреміз. Ал оның екі жағында форамина менталис, иек тесігін көреміз. Әрі қарай иек тесігінен төменгі жақ сүйектің тармағына қарай линия, және дәлірек айтатын болсақ, тәжді өсіндіге қарай линия обликова қиғаш сызық тартылады. Ішкі жағынан қарайтын болсақ, оның дәл ортасында спина менталис бар, кейде ол иекке ажырап тұруы мүмкін. Оның астында қос қарыншалыққа бұлшықет бекитін фосса дигастрика бар. Спина менталистен ішкі жағынан ұзын сызық линия мелохейдия тартылады, яғни мускулус мелохейдиус бекитін. Осы сызықтан жоғары қарай фобия сублингвалис тіләсті безі орналасатын, ал астында жағасты безі орналасатын фобия субмандибулярис орналасқан, то есть фобия субмандибулярис. Ішкі бетінде осы құрылымдарды көре аламыз. Енді парс альвеоляриске келетін болсақ, бұл жер негізінен процессус альвеоляристен тұрады және юга альвеоляристер. Олар өз кезегін жоғары тістердің орналасатын жоғарғы жақ сүйегінде де айтып өткендей альвеола денталистерді құрайды. Олардың арасында септула интеральвеоляристер болады. Тармағына келетін болсақ, тармағының денесінің ауысатын жерінде ангулус мандибуля, төменгі жақ сүйектің бұрышы. Осы бұрыштың сыртқы жағында шайнау бұлшықеті бекитін туберситас мастерика, ал оның ішкі жағында туберситас птеригоиды, медиалды қанат тәрізді бұлшықет бекитін туберситас птеригоиды орналасқан. Әрі қарай тармағы екіге ажырап, екі өсіндіні құрайды. Процесс коронарис, процесс кондулярис айдаршық өсінді. Екеуінің арасында инцизура мандибулярис бар. Айдаршық өсіндінің басы капут мандибуля және коллум мандибуляны ажыратады. Оның алдында латералды қанат тәрізді бұлшықет бекитін шұңқыры осы птеригоидия анықталады. Ішкі жағынан қарайтын болсақ, тармағының ішкі жағында форамина мандибуляри бар. Форамина мандибуляри ол ары қарай денесінің ішінен созылатын каналис мандибуляриске созылады да, каналис мандибулярисінің сыртқы тезі форамин менталистен сыртқа ашылады. Бұл арқылы қан тамырлары мен нервтері өтеді. Осы форамин мандибуляристің жиегі лингуля мандибулярис тілшесі деп айтылады, және одан төмен қарай сулкус мелохейдиус кетеді.